сіздер де менімен бірге оқыңыздар. Ертеде бір хан болыпты. Оның егістері болыпты. Оның бар байлықтарын ұлдарына бермекші болады. Өйткені ол қартайды. Содан кейін ол өзінің байлықтарын ұлдарына таратты. Ұлдары бөлісті. Ұлдар алды да өздерінің бөліскен заттарын алды да бөліп алды. Үлкен ұлына егін түсті, ал орташа ұлына есек түсті, ал кіші ұлына мысық. Ол кенже ұлы мұңаяды да оған айтады: менің ағаларым егіз жеп, есек сойып жеп жатыр, ал мына мысықтың жүні де пайдасы да жоқ деп айтады. Содан кейін қожайынын көрген мысық оған айтады: сен маған бір етік және бір қорап бер, мен аламын да оны саған бір пайдаға жаратып беремін дейді. Содан кейін ол сол қапты арқалап орманға барады. Орманда қораптың ішіне шөптер мен сәбіздер салып қояды. Шөптер мен сәбіздерді салып қояды да күтіп тұрады. Өзі үлкен ағаштың артына тығылып қалады. Артынан қоян келіп сәбізді жеп тастайды.